Кореядағы университетте студенттер мұғалімдерге баға қоятынын білдіңіз бе? Мен Кореяда косметолог мамандығында оқимын. Әр семестр ортасында және аяғында біз профессорларға балл қоямыз. Сабақтың қаншалықты пайдалы болғанына, сабақ өту тәсіліне, студенттерге деген қарым-қатынасына және қаншалықты қызық әрі түсінікті өте алғанына сияқты критерийлер бойынша мұғалім жұмысын бағалаймыз. Сонымен қатар соңында мұғалім және сабақ жайында өз ойыңды текстпен жазуға болатын жері бар. Мұндай бағалау анонимді жүреді, сондықтан студенттер қорықпай өз ойын ашық жазады. Бастысы бұл жай галочка үшін емес, білім беру жүйесін екі жақты жақсарту мақсатында шынымен жасалатын жүйе. Яғни біздің жауаптарымызға сәйкес университет басшылығы келесі семестрде бұл сабақ немесе мұғалім сабағы жалғасады ма, әлде жақсарту үшін уақыт бере ма, шешім қабылдайтын болады. Сабақ өту тәсілі қатты ұнамаған бір профессор болған кезінде оның сабағына көңілі толмаған мен ғана емес сияқты, себебі келесі семестрден бастап ол кісіні басқа кісі алмастырды. Осыған қарап Корея білім жүйесінде әрбір студентке сапалы білім бергісі келетінін түсінуге болады. Ал сіздер бұған қатысты не ойлайсыздар?